Достар, қайырлы күн. Бүгін бізде Chrysler 300-дік 2014 жылдығы көлік бізде негізінде прошивка келген. Euro 2 катализатордың ошибка шығанғаннан кейін прошивка жасауға келген. Бірақ диагностика барысында мен диагностика салған кезде, қараған кезде бензин қатты шығып тұрды, иісі, және де форсунка дұрыс жасамай тұрды. Свечасын және де форсункасын тазалауға жөн көрдік. Себебі прошивкадан кейін жаңа иесі айтқаны бойынша мен прошивка жасатайын деп едім, угардың иесі кете ма деді. Мен айттым, прошивкадан кейін жасауға угардың иесі кетпеуі мүмкін. Бірінші механикалық жағынан, қозғалтқыш жағынан диагностика жасап қарау керек дедім. Сондықтан прошивканы қазір екінші қатарға қоя тұрмыз. Бірінші моторын қарап диагностика түсірген болатынбыз. Свечаның жағдайы бізде қазір дәл осындай. Бізде негізінде свеча сатпаймыз, барлығын өзі алып келген болатын. Қазір тексеріп көрейік, қандай жағдайда екен. Мен бұны барлық жарнама үшін емес, ал сіздер білу үшін көрсетіп жатқаным. Себебі алдымыз қыс болғасын дайындалған дұрыс. Сондықтан қазір форсункасын тазалайтын боламыз. Форсункасын стендке салып, дұрыстап тексеретін боламыз. Сізге көрсетіп, қандай өзгеріс болғанын, форсунка бітелді ма, бітелмеді ма, барлығын білетін боламыз. Себебі нагардың иісі прошивкадан кейін кетпейді еш уақытта. Механикалық жағын, зажигание жағын барлығын қарап, содан кейін прошивка көш істейтін болса істетеді, істетпейтін болса, жаңағы форсунка мен катушканың свечтерін ауыстырғаннан кейін бір қыздырып көретін боламыз, Алла қаласа. Бітеліп жатқан форсунка мынандай болып тамшылап береді. Ал мынау уже тазалап шыққандары тамшылап береді. Мынаның ішіне қоқыстар, углерод отложениелер уже қозғалғаннан кейін мынандай бітеліп бастайды. Қазір кішкене уақыт өткеннен кейін көретін боламыз. Қалай тазалғаны ма, тазалмады ма? Неге қазір уже кетті. Құстар шашып тұр. Неге жігіттерін қыздырдық, бәрі әдемі. Без перебоя мне. Прошивканың да қажеті жоқ. Әдемі жасап тұр.